Furqan сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Күллі саналы жаратылыстарға, адамдар мен жындарға ескертуші болсын деп, ең таңдаулы құлына ақиқат пен жалғанның ара жігін ажырататын Фурқанды түсірген. Шексіз нығмет пен құт берекенің жалғыз иесі Алла қандай ұлы. Ол көктер мен жердің елігі, бар билігі бір өзіне тән болған сондай ұлы Құдай. Ол ешкімді де өзіне бала етіп алған емес, сондай-ақ шексіз билікте оның ешқандай ортағы да, серігі де болған емес. Ол бәрін бір өзі жаратып, әрбір жаратылысқа белгілі бір өлшем, жүйе мен тағдыр тағайындады. Соған қарамастан, баз біреулер Алладан өзге жалған құдайларды тәңір тұтты. Олар еш нәрсе жарата алмайды. Керісінше өздері жоқтан жаралуда әрі бастарына келетін қандай да зиянның бетін қайтаруға да, тіпті өз-өздеріне қандай да бір пайда келтіруге де шамалары жетпейді. Сондай-ақ олардың бірде-бір тіршілік иесінің жанын алуға да, бірде-бір жаратылысқа өмір сыйлауға да, өлгеннен кейін қайта тірілтуге де құдіреті жетпейді. Күпірліктің шырмауына әбден шырмалып қалғандар, бұл кітап оның өз ойынан шығарған өтірігі басқа түк емес. Оның үстіне, оған бұл мәселеде басқа бір қауым қол ұшын беруде деп айтады. Осылайша олар адам айтқысыз зұлымдық істеуде, һәм өтірік айтып, жала жабуда. Олар, оның айтқандары, біреулерге жаздырып алған бұрынғылардың аңыз әфсаналары, міне сол аңыз әфсаналар, оған ертелі-кеш жасырын түрде оқылуда деп айтады. Уа Мұхаммед, оларға, оны көктер мен жердегі бар сырды білетін Алла түсірді. Өйткені ол шынымен өте кешірімді, ерекше мейірімді деп айт. Сондай-ақ олар, бұл өзі ішіп жейтін һәм базар аралайтын қандай пайғамбар? Сондай да пайғамбар бола ма? Ең болмаса онымен бірге жүріп, ел жұртты ескертетін һәм оның сөзін растап өзін қорғайтын бір періште түсірілсе қайтер еді? Не болмаса, оған көктен бір қазына түсірілсе немесе өзінің бау-бақшасы болып, соның жемісін жеп күн көрсе болмас па еді дейді. Сонымен қатар ол залымдар, сендер тек басы дуаланған адамға еріп жүрсіңдер, басқа түк демес деп азғырды. Уа Мұхаммед, олардың сені мұқату үшін өзің жайлы қандай адам айтқысыз һәм қисынсыз мысалдар айтқанын көрдің бе? Олар сөйтіп жүріп, әбден адасты. Енді олар тура жолды әсте таба алмайды. Қисапсыз нығмет пен құт берекенің жалғыз иесі болған Алла қандай ұлы десеңші. Ол қаласа саған олардың айтқанынан да қайырлысын, ішінде өзендер ағып жататын, көздің жауын алатын, бау-бақшалар нәсіп етеді және өзіңе арнап, зәулім сарайлар тұрғызады. Алайда, ол кәпірлердің ақиқатқа басырып, иманға келейік деген ниеттері жоқ. Өйткені олар қиямет қайымды мүлдем мойындамайды. Міне сондықтан да, күпірлікте қасарысуда әрі ақылға қонбайтын қисынсыз әрекеттерге баруда. Ал біз қиямет қайымды мойындамағандар үшін жалын шашқан тозақ отын әзірледік. Осынау от, оларды алыстан көргеннен ақ, олар оның қаһарына мініп бұрқ-сарқ қайнағанын һәм ышқына лаулап жанғандағы жан түршігерлік гуілін естиді. Олар қол-аяғы шынжырланған күйде тозақтың бір тар қуысына тасталғанда бір жолата өліп мәңгі бақи жоқ болуды тілеп аласұрады. Сонда оларға, бүгін сендер бір-ақ рет өліп, мәңгі бақи құрып кетуді емес, мың өліп, мың құруды қайта-қайта тілеп шарқ ұрыңдар делінеді. Уа Мұхаммед, оларға, ал енді өздерің айтыңдаршы, осындай азап жақсы ма жоқ әлде Алланы жан тәнімен ұлықтап, оған қарсы келуден сақтанған тақуа жандарға уәде етілген мәңгілік жәннат жақсы ма деп айт. Осынау жәннат олар үшін қисапсыз тосын сый-сияпаттарға кенелетін құтты мекен һәм ақырғы тұрақ болмақ.
Онда олар не тілесе, соның бәрі алдарынан табылады. Һәм онда мәңгі бақи мекен дейді. Міне, бұл Раббыңның өз мойнына алған хақ уағдасы. Ол мүшріктердің өздерінде Алладан басқа жоқтан өзгені тәңір тұтып, табынып жүрген құдайларында қайта тірілтіп, ғарасат майданына жинайтын күні Алла, құлдарымды сендер адастырдыңдар ма, жоқ әлде тура жолдан тайған өздері ме деп сұрайды. Сонда олардың сенген құдайлары: уа Раббымыз, сен мінсізсің, кемшілік атаулыдан адасың, ұлықсың, сенен өзгені дос тұту бізге лайық еместі. Шындығына келсек, сен өзіңнің кеңшілігің, шексіз жомарттығыңмен оларды һәм ата-бабаларын қисапсыз нығметке бөлеп жарылқадың. Ақырында олар өзіңді еске алуды мүлдем қойып, кітабыңды ұмыт қалдырды, сөйтіп құрдымға кетуге лайық қауым болды деп жауап қатады. Сонда Алла мүшріктерге: міне, өздері жайлы айтқан сөздеріңді өтірікке шығарды. Енді бастарыңа төнген азаптың бетін қайтарады, ешбір жерден жәрдем ала алмайсыңдар деп айтады. Уа адамдар, естеріңде болсын, араларыңнан кім-де-кім Аллаға серік қосып ең үлкен зұлымдықты істесе, оған алапат азаптың ащы дәмін таттырамыз. Уа Мұхаммед, сенен бұрын жіберген елшілеріміз де өзге адамдар сияқты ішіп жейтін және керек жарағын алу үшін базар аралайтын еді. Уа адамдар, біз сендерді лайықты түрде сабырлылық таныталар мекенсіңдер деп бір-біріңмен сынап көрудеміз. Раббың бәрін көруде, күпірліктеріне байланысты. Бізге қауышуды қаламайтын, тіпті ойламайтындар бізге елші ретінде көктен періштелер түссе қайтер еді. Яки Раббымызды өз көзімізбен көрсек болмас бет дейді. Расында олар өздерін сондай зор санап, астам суда әрі тым шектен шығуда. Кәпірлер періштелерді көрмейді емес көреді, алайда періштелерді өз көздерімен көрген күні күнәға белшесінен батқан ондай күнәһар кәпірлер үшін қуанышты хабар атымен болмайды. Сонда олар періштелерге: бізден аулақ жүріңдер, бізден аулақ жүріңдер деп айтатын болады. Содан олардың істеген барлық істеріне төне түсіп, күл қыламыз. Ал жәннаттықтар ол күні ең жайлы жайға тұрақ теуіп, ең тамаша жерде дамылдайды. Қиямет қайым орнайтын сол бір күні көк жүзі бейне бір ақша бұлттардай сетінейді. Ол күні бар билік, шексіз үстемдік Рахман Алланың қолында болады. Ал кәпірлер үшін ол өте ауыр күн болмақ. Сол күні залым, әттең дүниеде әлгі пайғамбармен бірге бір жолға түскенімде ғой. Қабәт деген ай. Өзіме де обал жоқ. Пәленшені дос тұтпай-ақ қойсамшы, маған жеткен тағылым насихатқа толы кітаптан мені алыстатып, адастырған сол деп ақырып бармағын шайнайды. Шүбәсіз шайтан адамды азғырып күнәға белшесінен батырады да, қысылтаяң күн туғанда тастап кете барады. Сол күні Алла елшісі де: уа Раббым, расында қауымым бұл Құранды мүлдем тәрк қылды деп айтады. Уа Мұхаммед, міне осылайша біз тек саған емес, пайғамбарлардың қай-қайсысына болмасын күнәһар залымдардың біразын дұшпан қылдық. Ендеше еңсеңді түсірме, саған шешім қабылдауда және әр істе тура жол көрсетуші, әрі дұшпандарыңа қарсы тұруда қолдаушы ретінде Раббың жетеді. Күпірліктің шырмауынан шыға алмағандар, бұл Құран оған бірте-бірте келмей бір бүтін кітап күйінде бірден түссе қайтер еді дейді. Алайда біз оны жүрегіңе әбден ұялатып, көкейіңе жақсылап қондыру үшін осылай бірте-бірте түсірудеміз, және байыппен мәнерлеп оқып берудеміз. Олар саған қиястанып, қандай қисынсыз әңгімемен, орынсыз сұрақ немесе ұрыспен келсе де, біз оған жауап ретінде
саған ақиқатты білдіріп, әрі ең тамаша түсінікті де беріп отырдық. Соған қарамастан, күпірліктен танбай, ақыр соңында, жаһаннамға етбеттерінен түскен күйде айдалатындар бар ғой, міне солар, ақырғы барар жерлері сондай жаман әрі ұстанған жолдары мүлдем теріс болғандар. Расында, біз Мұсаға тура жолға бастайтын кітап бердік, және бауыры Харунды оған жәрдемші қылдық. Сөйтіп екеуіне аяттарымызды, апайқын дәлелдерімізді жалған санап мойындамаған әлгі қауымға барыңдар деп бұйырдық. Ақыр соңында, күпірлікте қасарысқан ол қауымның тас талқанын шығарып күлін көкке ұшырдық. Ал Нұхтың қауымына келсек, олар өз пайғамбарларын өтірікшіге шығару арқылы бүкіл пайғамбарларды өтірікшіге шығарды. Нәтижеде оларды суға батырып, адамдарға ғибрат қылдық. Біз залымдар үшін жан төзгісіз азап әзірледік. Сондай-ақ Ад, Сәмуд және Рәс қауымын әрі Нұх қауымы мен бұларға дейін өмір сүрген көптеген нәсілдердің де Аллаға серік қосып, күпірлікте қасарысқан үшін көзін жойдық. Біз олардың әрқайсысына ақиқат пен тура жолды түрлі мысалдармен, тәмсілдермен қайта-қайта ашып түсіндірдік. Ақыр соңында алған беттерінен қайтпағандар үшін бәрінің тасталқандарын шығардық. Уа Мұхаммед, бұл мүшіріктер төбесінен тас жауған елді мекенге де жолай соққан еді. Сонда олар онда не болғанына назар аудармады ма? Жоқ. Олар өлгеннен кейін қайта тірілуді ойламағандықтан ешбір оқиғадан ғибрат алмайды. Олар сені көрген сайын, Алланың елші ретінде жіберген адамы осы ма деп міндетті түрде әжуа қылады. Һәм егер дінімізге берік болып табандылық танытпағанымызда, бізді құдайларымыздан бездіріп жіберуге сәлақ қалған екен-ау дейді. Олар мәңгілік азапты өз көзімен көргенде, кімнің жолының мүлде теріс екенін анық білетін болады. Уа Мұхаммед, өз әуейлігін тәңір тұтып, нәпсінің құлы болған мына бейбақты көрдің бе? Сонда оған сен кепіл боласың ба? Жоқ әлде, ол мүшіріктердің көбі шынымен де айтқан сөзді тыңдайды немесе ақылға салып ойланады деп ойлайсың ба? Анығында олар тіпті жолдан одан бетер адасқыш келеді. Раббыңның көлеңкені қалай ұзартқанын көрмедің бе? Егер қаласа оны қозғалмайтын етіп те қояр еді. Алайда олай істемей, күнді оған жетекші қылдық. Содан кейін оны бірте-бірте қысқарта түсіп, өзімізге қарай тартамыз. Ол Алла сендер үшін түнді жамылғы, ұйқыны тынығу, ал күндізді бейне бір өлгеннен соң қайта тірілгендей болып, ұйқыдан оянатын әрі жан-жаққа тарап тіршілік ететін уақыт қылды. Сондай-ақ ол рахмын жаудырар алдында сүйіншілеуші ретінде желді жібереді. Сөйтіп аспаннан тап-таза су түсіреміз. Сол сумен өлі жерге жан бітіреміз. Һәм өзіміз жаратқан қаншама жан-жануарлар мен адамдардың суға деген қажеттіліктерін өтейміз. Біз адамдар ғибрат алар екен деп, оны хикметімізге қарай әр жерге бөлдік. Яғни кей жерлерге кей жылдары көп жаудырсақ, кейбір жерлерге аз жаудырдық. Алайда адамдардың көпшілігінің бұдан ғибрат алудың орнына күпірлікте қасарысудан басқа бітірген ісі жоқ. Егер қаласақ бір ауылға ескертуші ретінде бір пайғамбар жіберер едік. Уа Мұхаммед, алайда біз сенің күллі әлемге соңғы пайғамбар болуыңды қаладық. Олай болса, кәпірлерге әсте иілме, олардың сөздеріне, ұсыныстарына көңіл аударма. Оларға қарсы, Құранға сүйене отырып, асқан табандылықпен жан-жақты ауқымды һәм толассыз күрес жүргіз. Құранды һәм ондағы ақиқаттарды оларға айтып жеткізуден жалықпа. Ол Алла, бірі шөлдегеннің шөлін қандыратын тұщы, енді бірі тұзды да ащы қос теңізді бір-бірімен тоғыссын деп қоя берді. Алайда,
араласып кетпеу үшін араларына өткел бермес бөгет қойды. Сондай-ақ ол судан адамды жаратты. Сөйтіп оны текті, әрі біріне-бірін жекжат қылды. Раббыңның құдіреті барлық нәрсеге жетеді. Өкініштісі, кей адамдар Алланы бұлай қойып өздеріне пайда да, зиян да келтіре алмайтын әлденелерді тәңір тұтып, соларға құлшылық етіп жалынып жалбарынуда. Расында кәпір Раббысына қарсы кімге болса да болса кетеді. Уа Мұхаммед, біз сені адамдардың тура жолға түсуіне һәм олардың күнәлар үшін жауапты етіп емес, иман келтіріп, игі істер істегендерді сүйіншілеп қуантушы, әрі теріс жолға түсіп, адасып жүргендерді ескертуші ретінде ғана жібердік. Оларға, мен осы еңбегім үшін сендерден ақы сұрамаймын. Менің жалғыз тілегім, Раббысына жол табуды қалаған әрбір жанның сол жолды адаспай табуы деп айт. Әсте өлмейтін, мәңгі тірі Аллаға арқа сүйеп тәуекел ет, һәм оны, сен мінсізсің, кемшілік атаулыдан адасың, бар мадақ пен шексіз шүкіршілік бір өзіңе ғана тән деп мадақтаумен бол. Оның өз құлдарының күнәләрінен хабардар болғаны жетеді. Ол көктер мен жерді және екеуінің арасындағы барлық нәрсені 6 күнде жаратқан, һәм содан кейін аршқа истауа еткен Алла. Ол Рахман Алла. Міне сондықтан да не нәрсенің болмасын, ақиқатын бәрінен толық хабардар болғаннан сұра. Ол мүшріктерге Рахманға бағынып сәжде етіңдер делінгенде, олар Рахман деген не? Сонда біз сенің сәжде етіңдер дегеніңнің бәріне сен бұйырды екен деп сәжде ете береміз бе дейді. Бұл үндеу олардың тәкаппарлығын одан сайын арттырып, иманнан одан сайын алшақтата түседі. Көкте шоқ жұлдыздарды жаратқан, сондай-ақ оған шамшырақ пен нұр шашқан айды орнатқан, шексіз нығмет пен құт берекенің жалғыз иесі болған Алла қандай ұлы десеңші. Ол Алла ойланып, ғибрат алуды, яки шүкіршілік етуді қалайтын әрбір жан үшін. Түн мен күндізді бір-бірінің ізін ала алмасып тұратын қылды. Рахманның хас құлдары жер бетінде сыпайылықтың шегінен аспайтын жандар. Оларға жөн білмес надандар тіл қатқанда, наданмен надан болмай оларға аман болыңдар деп өз жөніне кете барады. Сондай-ақ олар түннің бір бөлігін Раббыларына сәжде етумен әрі тік тұрып құлшылық қылумен өткізетін жандар. Һәм олар әркез, уа Раббымыз, жаһаннам азабының бетін бізден ары қылғайсың. Өйткені оның азабы шеті шегі жоқ, жан төзгісіз азап. Расында, жаһаннам неткен жаман жай, неткен жаман тұрақ ет деп жалбарынады. Олар өздері, немесе өзгелер үшін мал пұл сарп еткендерінде ысырап та, сараңдық та қылмайды. Осы екеуінің арасында өздеріне лайықты бір жолдың бар екенін біледі. Олар Алламен қатар басқаны да құдай тұтып жалбарынбайды. Алланың өзі ардақтаған әрі жөн жосықсыз өлтіруін харам қылған тірі жанды нақақтан нақақ өлтірмейді, зина жасамайды. Кімдегім осы айтқандардың бірін істесе, ауыр жазаға ұшырайды. Қиямет күні оның азабы еселене түседі және ол сол азаптың құрсауында мәңгі бақи қор болып қала береді. Ал кімдегім өкініш білдіріп, тәубеге келсе, әрі иман келтіріп, игі істер істесе, оның жөні бөлек. Алла ондай жандардың жамандықтарын жақсылыққа айналдырады. Алла өте кешірімді, ерекше мейірімді. Кімдегім істеген күнәларына өкініп, тәубе етсе әрі игі істер істесе, шүбәсіз бұл оның Аллаға шынайы түрде һәм тәубесі қабыл болған күйде бет алғаны. Олар әсте жалған куәлікке, һәм өтірікпен жалған жайлаған жерлерде жүрмейді. Бос әрі түкке тұрғысыз сөзге немесе әрекеттерге кезіккенде,
байсалды қалпынан айнымай өтіп кете барады. Олар Раббыларының аяттары еске немесе ауызға алынғанда, ол аяттардың алдында тас керең немесе көр соқырға ұқсап тұрмайды. Сондай-ақ олар: «Уа Раббымыз, әйелдерімізді және үрім бұтағымызды көз қуанышымыз еткейсің, һәм бізді тақуалықта өзгелерге имам, жетекші әрі үлгі өнеге қылғайсың» деп тілейді. Міне, осынау игі жандар Аллаға құлшылық етіп хақ жолды ұстауда сабырлылық пен табандылық танытқандар үшін жұмақтағы ең жоғарғы мәртебелермен марапатталады. Періштелер амандық саулық тілеп, оларды ерекше қошаметпен қарсы алады. Олар онда мәңгі бақи мекендейді. Ол жер қандай керемет жай, қандай тамаша тұрақ еді. Оларға: «Егер дұға мінәжаттарың болмаса, Раббым сендерді қалай бағаласын? Ей кәпірлер, сендер оның жолдауын жалған деп жоққа шығардыңдар, ендеше осы күнәларыңның жазасын міндетті түрде һәм мәңгі бақи татасыңдар» деп айт.